Қайырлы күн, менің оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Басты байлық, денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Маған подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуларыңызды ұмытпаңыздар. Келе 1 мамыр бірлік күні құтты болсын, құт берекесін ала келсін. Елімізде бірлік болсын, бірлік болмай тірлік болмайды дейді. Сондықтан отбасыларда да, бауырлардың арасында да, қай жерлерде да, жұмыста да бірлігіміз жараса берсін. Енді келісқа 9 мамыр жеңіс күні да құтты болсын. Жеңісті білеміз, қандай еңбекпен, маңдай термен қанша адамның өмірін қиып кетті. Сондықтан енді соғыс болмасын, бейбітшіліктің қадірін білейік, заманымыз бейбіт болсын, нанымыз көп болып, аспанымыз ашық болып, аспанымызда ешқашан бұлт төнбесін. Бір оқырманым жазып жіберіпті: апай, балам ентіға дайындалып жатыр, дұға жасап жіберіңізші деп. Сондықтан мен көп оқырмандарым, балалар биыл 11-ші сыныпты бітіріп жатыр, үлкен өмірге қадам басайын деп жатыр. Сондықтан бүкіл 11 бітіріп жатқан барша балаларға тілейтінім, ентіні жақсы бал алып, өздерінің қалаған мамандықтарына түсіп, өздерінің жақсы көретін мамандықтарының майталман болуына, маман иесі болуына тілекшімін. Жақсы бал жинаңыздар, грантқа түсіңіздер. Тілекшімін, әумин. 2-ші оқырманым жазыпты: апай, балам мамырда, майда үйленгісі келіп жатыр. Онымен енем айтты, майда үйленсе майытса етеді, не істейміз, соны айтып бересіз бе деп. Иә, егер де ене оны айтпаған болса, майда той жасай беруге болады. Неден уже айтып қалғасын, ол сол жұмыс істеп кетеді. Сондықтан тойды үйенге, маусымға қалдырған жақсы болады. Сондықтан ол айтпаған кезде жасауға болады майда. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бірақ ана айтып қалғасын, ол жұмыс істеп кетеді. Сондықтан июнь маусымға қалдырғаным жасылау болады. Оқырманым, бәріңізді мына мейрамдарың бәрі құтты болсын, болып жатқан жаңалықтарың құтты болсын. Тағы да мына оқу бітіріп жатқан барша оқушыларымызға тілейтініміз, енді де жақсы бал алып, грантқа түсулеріңізге тілекшімін. Бір-бірімізге тек тілекші болайық, күніміз жақсы болсын, сіздердің сұрақтарыңыз таусылмасын, менің жауабым таусылмасын. Аспанымыз ашық болып, көктемде үлкен алапат энергия жүріп жатыр. Оны біз сияқты қасиеті бар адамдар сезіп отырмыз. Табиғатқа көп шығыңыздар. Көктемнің ауасына дейін адамға пайдалы. Демалыңыздар, таза ауаға шығып. Бәріңізді таза ауаға шығуға, 9 майға да 2-3 күн мейрам беріп жатыр. Таза ауа, табиғаттың аясына шығыңыздар. Бәріңізді денсаулықты нығайтуға шақырамын. Дені саудың тәні сау дейді. Сондықтан қалада қалмай, бәріңізді таза ауаның аясына шақырамын. Қош сау болыңыздар. Күніміз жақсы болсын. Келесі кездескенше. Әумин.